Бірде Махмұд сұлтан нөкерлерін жинап, оларға бір әдемі маржанды көрсетті де, осы маржанды қаншаға бағалайсың, деп сұрады. Сәлем достар, Рухани Storytelling каналына қош келдіңіздер. Видеоны соңына дейін тамашалап, қолдауларыңызды сұраймын. Бас уәзірі оны 40 қап алтынға бағалады. Сұлтан уәзірдің қолына балға беріп, енді маржанды ұрып сындыр, деп бұйырды. Бас уәзірі сұлтанның аяғына жығылды да, уа тақсыр, мұндай асыл қазынаға зиян тигізіп, сіздің қазынаңызды кеміте алмаймын, деді заршылап. Сұлтанға бас уәзірдің жауабы ұнағандай әрі сынағандай болып, оған алтын шапан жапты. Кезек қазынашыға келді. Ол бас уәзірдің сыйлыққа алтын шапан алғанын көрген еді. Егер мен маржанның бәсін артық бағаласам, уәзірдің шапанынан да әдемі сыйлық алармын, деп дәмеленді. Сөйтті де маржан тасты жарты патшалыққа бағалады. Патшаның маржан тасты ұрып сындыр деген бұйрығына, уа тақсыр, мұндай қымбат байлықты сындырсам, сіздің патшалығыңыздың жартысын қиратқандай боламын. Бұл әміріңізді орындай алмаймын, деп жылады. Бұл жауап та сұлтанға да ұнағандай болды. Қазынашы да уәзірдікінен кем түспес сыйлыққа қарық болды. Осылайша әскербасы, қала әмірі, басқа да сарай қызметшілері түгел сынақтан өтіп жатты. Бәрі де маржанның құнын асыра бағалап, мақтап, мадақтап, сыйлығын алып жатты. Маржанды сындыруға да ешкімнің дәті шыдамады. Ендігі кезекке Аяз деген уәзірге келді. Ол маржанды айналдыра ұстап көрді де, мұның дәл бағасын тоқтықта есептеп шығара алмаймыз. Аштық кезінде ғана анық бәсін анықтауға болады, деді. Патша таңғалып себебін сұрады. Сонда Аяз: даналардан қалған мынадай сөз бар. Арпа бидай ас екен, алтын күміс тас екен. Аштық кезінде қарын тойғызуға қауқары болмаса, бұл маржанның парқы жоқ. Егер асқазан жұбанарлық асқа айналса, құнын сонда ғана әділ бағалауға болады, деді. Патша Аяздың қолына балға беріп, маржан тасты сындыруды бұйырды. Аяз еш ойланып тұрмастан маржанды балғамен ұрды. Тас үгітіліп, шашылып кетті. Әлгінде ғана маржан тасты мақтап тұрған нөкерлер жаппай шу етіп, әй, мұндай бағалы тасты дінсіз надан ғана қирата алады. Қалай ғана сындыруға дәтің барды, деп сөкті. Сонда Аяз: уа атқа мінер жақсылар, сендер байлықты артық көрдіңдер. Мен патшаның бұйрығын артық көрдім. Басшысың надан болса да, әмірін тұт деген. Тәртіп жоқ жерде береке жоқ, деді. Алланың әмірінен дүниенің байлық темірін артық көрме. Байлыққа алданып, сый-сияпатқа малданып, жағымпаздардың соңына ерме. Қамкөңіл бол. Тіршілігің жерде болса да, Тәңірдің бұйрығына құлағың түрік болсын. Менің каналыма тіркеліп, қолдауларыңызды сұраймын.